Журналист қаламы қаруға тең. Оның қаламынан бұраған ақпарат ағыны белгілі мақсатты көздейді. Діттеген нысанасы бар. Ол алдымен қоғамдағы әділдіктің ақ туы. Бүгінде елімізде 2695 бұқаралық ақпарат құралы ақпарат майданында жұмыс істейді. Осынау ақпарат майдангерлері елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың салиқалы сарабдал саясатының нәтижесінде әлемге танылған Қазақстанның ұлттық болмысы мен құндылығын, рухани жаңғыруын, цифрлы Қазақстан болашағын жер жүзіне жария ету үшін теңдессіз үлес қосуда. Ішкі істер органдары жұмысының ашықтығын қамтамасыз ету, халықтың полицияға деген сенімін арттыру мақсатында Ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов бұқаралық ақпарат құралдарымен тығыз байланыста жұмыс істеуге ұдайы көңіл аударады. Заманауи бәсекеге қабілеттілікті дамытуда да қарымы мол қаламгерлердің, тілі уытты тілшілер қауымының әлеуметтік, қоғамдық мәселелерді қалт жібермейтін қырағы көз жаңалық жаршыларының еңбегі мол, қиындық пен тынымсыздыққа толы. Сондықтан да журналистер қауымы мен қоғам тыныштығын сақтауда күндіз-түні тынымсыз қызмет ететін полиция қызметкерлері бір режимде жұмыс істейді десек қателеспейміз. Біздер бірлесе отырып, халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру, азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету міндеттерін атқарамыз. Қоғамдық қауіпсіздікті қорғау, құқық бұзушылықтардың алдын алу бағытында атқарылып жатқан шаралар туралы халықты ұдайы хабардар ететін Егемен Қазақстан газеті қазақ баспасөзінің ата басылымы. Халықтың құқықтық сауатын арттыруға Казахстанская правда газетінің де қосып келе жатқан үлесі мол. Телекөрермендер үшін қылмысқа қарсы күрес, құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында полиция қызметкерлері түрлі хабарларға қатысуда. Мәселен, Қазақстан телеарнасында көрермен көкейіндегі сұрақтарға жауап іздеген мәселе, оқиғаларға негізделген дабыл, жағымды жаңалықтармен таңғы шуақ сыйлаған таңшолпан бағдарламалары. Давайте говорить ток-шоу арқылы полиция қызметкерлері қылмысқа қарсы күрес саласының өзекті мәселесіне тоқтала алуда. Өткен жылдардағы қылмыстық істер туралы сыр шертетін бюро расследования, құқық бұзушылықтардың алдын алу іс-шараларын көрермен назарына ұсына білген арнайы хабар бағдарламалары полиция қызметінің жұмысын оң қырынан танытып келеді. Хабар 24 телеарнасында келіссөз, стол переговоров, билік айнасы, сұхбат, бастау керек бағдарламалары арқылы қылмыспен күрес саласының өзекті мәселелері талқылануда. Евразия бір арнасының Фендеміз ғой ток-шоуы, аналитика, заң сөйлесін бағдарламалары. КТК телеарнасының «Пока не поздно», «Было дело», «Аптап» бағдарламалары. СТВ телеарнасының «Панорама дня» бағдарламасы. Алматы телеарнасының «Топ жарған» бағдарламасы. Қазақ радиосында «Қайырлы қазақ елі», «Бәйтерек», Астана радиосында «Мен қазақпын» бағдарламасы аясында құқық саласының өзекті мәселелері, атап айтқанда жасөспірімдердің қауіпсіздігі және олардың құқығын қорғау мәселелері, қылмыстың алдын алу, қоғамда жасөспірімдерге қарсы құқыққа қайшы әрекеттерге жол бермеу ұстанымын қалыптастыру, сондай-ақ қызмет өткеру барысында ерлік жасаған батыл да батыр қызметкерлер туралы көптеген бағдарламалар жарыққа шығуда. Ішкі істер министрлігінің ведомстволық «Сақшы», «На страже» газеттері 1933 жылдан бастап жарық көріп келеді. Басылым бүгінде тәртіп сақшысының сенімді серігі. Сонымен қатар полиция KZ, пожарный спасатель, жазаларды орындау журналдарының бетінде барлық заңнамалар мен құқықтық нормативтік актілерге қатысты ақпараттық түсіндіру жұмыстары белсенді жүргізілуде. Министрліктің баспасөз қызметінде бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен полиция қызметкерлерінің арасындағы көпір іспетті. Олар полицияның қызметін бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне жеткізуде, журналистер қауымының сауал хаттарына жауаптар мен сұхбаттар ұйымдастыруда белсене қызмет атқаруда. Сондай-ақ ведомстволық портал арқылы халық назарына жағымды жаңалықтар легін ұсынуда. Қоғамның ашықтығы мен әділдігі үшін азаматтардың заңды құқықтарының сақталуы жолында ішкі істер органдарымен қатарласа күрес жүргізетін, сонымен бірге оқырманы мен көрерменін ізгілік пен мейірбандыққа тәрбиелеп, бауырмалдыққа баулайтын, ақпарат ағынын алдымен өзінің ой елегінен өткізетін де журналист. Сөз бостандығы бар қоғамда журналистердің рөлі орасан зор. Сол себептен де бұқаралық ақпарат құралдары қоғамның айнасы іспетті. Бір сөзбен айтқанда, байланыс және ақпарат майданы жауынгерлерінің сан қырлы қызметі міне осындай.